Қанат Талғатбек. Болған оқиғалар желісімен жазылған әңгіме. Бөлек тұрасыңдар деген уәде. Той өткен күні енемнің маған қарап айтқан жылы сөзі әлі құлағымда. Қызым, тойдың қызығы бітсін, сосын өз алдарыңа шығып, бөлек үй боласыңдар. Жастардың жолы бөлек. Дегенде жүрегім елжіреп, өзімді бақыттың төрінде сезінгенмін. Жас келінмін, арманым көп. Өз үйіміз, өз төжіміз болса деп қиялдаймын. Бейне бір күндердің күнінде есік алдында ақ орамал желбіреп, терезеден күйеуімнің дауысы естілетін бақытты шаңырақ болатынымызға сендім. Алайда тойдан кейінгі алғашқы апталарда әлгі уәде желге ұшты. Қыстың ортасында қайда кетесіңдер? Үй жалдау оңай емес, деп енем жылып тұрып, бірақ іштей басқа оймен бізді өз үйінде қалдырудың амалын тапты. Алғашқы күндері бәрі жаман емес еді. Енем күйеуімнің көзінше, қызым, деп еркелетіп, мені төрге шығарып, дастархан басында мақтап отырады. Бірақ күйеуім жұмысқа кеткен сәттен бастап, басқа қыры ашылады. Бірде шайдың түсі дұрыс емес, бірде кірдің суы салқын болды деп, қайта-қайта тиісе береді. Ауыл қысы қиын қыс, таңертең пеш жағу, суды құдықтан тасу, қораны тазалау, қазанды жуу, бәрі келіннің мойнында. Үй ішінде енем, сыртта ауылдың назары. Келіні қандай екен, деп сынайтын көздер көп. Бір күні дүкенге барсам, екі әйел сырласып тұр. Мені көргенде бірден үндерін өзгертіп, әй, жақсы келін ғой, деп қойды. Бірақ сол кеште көрші қыздан естідім. Енең елге, ауырып жатырмын, келін мені бағып отыр, депті. Жүрегім зу ете түсті. Шындығында мен оны бағып жүрген жоқпын, қайта керісінше, мен оған қызмет етіп жүрмін. Күндер осылай өтіп жатты. Күйеуім жұмыстан келгенде енем періштедей кейіп танытып, бүгін келін екеуіміз үйді жинадық, тамақ пісірдік, деп мақтайды. Ал мен үндемей отыра берем. Себебі шындықты айтсам, күйеуім анасының сөзіне сеніп қояма деп қорқамын. Күндер бір-біріне ұқсап өтіп жатты. Таңда қорадағы сиыр мөңіреп, тауық қыт-қыттап, қырман жақтан иттердің дауысы жетеді. Суық қақап тұрса да, қалың шұлық пен күпәйкені киіп, шелегімді алып, қақпа алдына шықтым. Құдық басына барған сайын ауылдың аузындағы сөздер естіледі. Бірі, биылғы қыс тым қатты болды десе, екіншісі, келіннің жаман емес бірақ, деп сөзді аяқсыз қалдыратын. Үйге кірсем, енем жамылға алған жамылғысын иығынан тартып, пеш түбінде отыр. Белім тағы ұстамай қалды, қызым. Сен қораны тазалап, самаурын қойып жібер, дейді. Күйеуім жоқта менің таңғы уақытым осылай өтеді. Бір қорап сіріңке таусылып, бір табанан жанып бітсе, бәрі менің кінәм. Кейде іштей осы үйдің келіні болғанша өз үйімде қаранан жесем де, тыныштықта жүрер медім деп қиялдаймын. Бірақ ауылда келіннің үйінен бөлек шығуы үлкен әңгіме. Енеңмен сыйыспапты деген сөз ертең бүкіл ауылға тарап кетеді. Кешкісін күйеуім жұмыстан келіп, қас қарайғанша шөп тасып, қора қарап жүр. Енем дастархан үстінде оны мақтап, бүгін келін шайды тіпті дәмді қылып берді, дейді. Менің ішімнен күлкім келеді, бірақ даусым шықпайды. Ол мақтау мені жылытып тұрса да, оның жалған екенін білу жанымды қынжылтады. Түн ортасында енем жөтеліп мені оятады. Су әкелші, дейді. Жылы көрпеден шығып, мұздай суды әкелемін. Төсегіме қайта жатып, төбеге қарап ұзақ ойланамын. Бөлек тұрсақ, мұндай түндер бітеді ме екен? Бір күні шай үстінде батылданып күйеуіме айттым. Неге біз өзім алдымызға шықпаймыз? Жалдап болса да өз үйіміз болсын, дедім. Ол қасықты қойып күрсінді. Қыстың ортасында қайда кетеміз? Көктемде көреміз, деді. Ал енем болса көзінің қиығымен мырс етіп күлді. Ол мырс күлкінің артында менен оңайлықпен кете алмайсың деген жасырын сөз жатқандай еді. Ауылдың жаңа жылдық қарсаңы әбігер шақ. Әр үй өз қорасын тазалап, ауладағы қарын күреп, қазан ошағын майлап, дастарханға жететін азығын дайындайды. Біздің үйде де жұмыс көп, бірақ енемнің қолы ауырып жүр. Таңертең ерте тұрып, қорадағы шөпті әкеліп, сиырдың астын тазалап, отын жардым. Үйге кірсем, енем төрде көрпе астында отыр. Шайың қайнады ма, қызым, дейді. Қайнады, деймін. Ал онда үстелдің шүберегін жуу керек. Кеше қонақтардан кейін кірленіп қалған, дейді. Бір тістем нан жеместен. Күні бойы шай қайнатамын, қамыр илеймін,
самауырын асып қонақ күтемін. Бірақ кешке қонақтар келгенде енем оларға: "Мына келінімізді аяймын, бірақ қолынан жұмыс келмейді" деп күлгендей болды. Қонақтар мені бір түрлі көзбен шолып өтті. Сол сәтте жүрегім от боп күйді. Бір қазан ет асқаным, бір күн бойғы еңбегім ешкімнің көзіне көрінбегендей. Үйдің ішінде бір түрлі суық пайда болды. Тіпті пештің жылуы да оны баса алмайтындай. Қонақтар кеткен соң енем жай ғана: "Елдің алдында жалқау көрінбеуің керек" деді. Мен оның сөзіне жауап қатпадым. Өйткені жауап берсем, арамызда үлкен дау шығады. Ал ол дау күйеуіме жеткенде менің кінәм боп шығатынын сеземін. Түнде төсекте жатып ойлана бердім. Ауылда елдің еңбегі көзіңе көрсетпей үнсіз атқаратын тірлік. Бірақ соны бағаламаса, ол еңбек жүректі қынжылтады екен. Қысқы түн ұзақ, қалың қар төсекке де көшеге де біткендей. Күйеуім кешкісін жұмыстан келгенде есікті қаққан дауыс арқылы шаршағанын білдірді. Бірақ ол да үндемей, менің де жанымдағы уайымды сезіп тұрғандай болды. Келесі күні таңертең әпке келді. Ол келгенде үйдегі атмосфера бірден өзгерді. Енемнің жүзі сәл өзгергендей болды, бірақ әлі де айласын жасырмады. Әпке алдымен мені бөлмеге шақырып алып: "Қалайсың қызым?" деп сұрады. "Шаршадым" дедім, дауысым жұпыны. "Бәрін өзің көтеріп жүрсің ғой, бірақ қорықпа, бұл қысқа ғана сынақ. Сізге мен араласамын" деді. Әпке кеткен соң енеммен бетпе-бет қалдық. Ол біршама іштей құпиясын білдірмей, бірақ жүзінде реніштің ізі қалды. Күндіз бір сылтау тауып: "Ауырдым" деп мені шақырып қайта-қайта міндеттеді. Бірақ әпке келгеннен кейін менің ішімде бір сенім пайда болды. Мен жалғыз емеспін. Күйеуім де біртіндеп байқады. Оның көзінде уайым мен қатты көңіл араласқан сезім бар. Күндердің бірінде ол маған қарап: "Көктемде шығып кетеміз. Жалданған үй болса да, өздігіміздің шаңырағымыз болсын" деді. Мен жүрегімнің түпкірінен ауыр жүк түсіп ішім жылыды. Сол сәтте түсіндім. Ауылдағы қиындық енемнің айласы, бәрі уақытша. Ал біз бір-бірімізді түсініп бірге болсақ, бәріне де жеңіл болады. Терезеден сыртқа қарасам, қар жауған, бірақ күннің алғашқы сәулесі оны жылтыратады. Сол жылтылдап тұрғанға қарап, менің өмірімде де жаңа, таза, кең өмір басталмақ. Іштей, бұл да бір өткінші қыс сияқты. Менің көктемім алда деп өзімді жұбаттым. Қыс өткен сайын күн ұзарып, қар ери бастады. Ауылдың иісі жаңарып, көшелер таза болып көрінді. Мен үшін де өмірдің жаңа кезеңі басталды. Енем әлі күнде сылтау тауып, "Шаршап қалдым" деп жүгінеді. Бірақ бұрынғыдай қатал емес. Көзіне қарап ішкі сезімін жасырмайтын болды. Бір күні ауылда мереке өтті. Барлық әйелдер мен келіндер дастархан басында. Ал ер адамдар қора мен қыстау жұмыстарын аяқтаған соң келді. Мен де үстелді жинап, дастарханға тағамдарды қойдым. Енем бұрынғыдай мені сынап отырмай, керісінше: "Қызым, бүгін бәрі тамаша" деді, көзінің қиығымен мырс етіп. Күйеуім мені сыртқа шақырып алды. Қолымызды ұстап ұзақ әңгімелестік. Сол сәтте түсіндім, оның қолдауы маған күш береді. Ал ауылдағы қиындықтар уақытша ғана. Ауылдың адамдары да өзгергендей. Көршілер мені бұрынғыдай сынап қоймай жымиып: "Келін қандай екен, бәрі өз орнына келді ғой" деп жатыр. Мен бұл сөздерді ішімнен күлкіммен қабылдадым. Өйткені мен тек өзімнің күшіммен ғана емес, күйеуімнің қолдауымен, әпкемнің араласуымен де бұл сынақтан шықтым. Кейде енем әлі күнге дейін сәл қысып сөйлейді. Бірақ енді ол біздің шаңыраққа ешкім бас иместен, сыйластықпен қарайды. Мен де ішімнен өзімді мақтап, өзіме сенім пайда болды. Ауылдағы әйел өмірі қиын, бірақ шыдам мен махаббат болса, бәрі жеңіл болады. Бір түнде төсекте жатып терезеден қарасам, ай жарығы қар үстінен жарқырап тұр. Сол айдың жарығынан мен өзімнің жаңа өмірімді көрдім. Қиыншылықтар артта қалды. Ал алдыда бақытқа толы көктем мен жаңа үй, жаңа бастау. Енді мен өзімді тек келін ғана емес, өз шаңырағының иесі ретінде сезінемін. Қиын күндер, енемнің айласы, ауылдың сөзі, бәрі мені мықты қылып, шыдам мен сүйіспеншіліктің шынайы мәнін үйретті. Мен үшін ең бастысы өзіме сену, махаббатты бағалау және ауыл тірлігінен қорықпау. Қалғаны уақыттың еншісінде. Шыдамды болайық. Егер әңгіме ұнаса, пікір қалдырып, жүрекшені басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.
Баршаңызға рахмет тыңдарман.